Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Мақсұт Талант. СРС-1 түркі мемлекеттері. Бізде түркі мемлекеттері жайында айтатын боламыз. Бірінші мемлекет ол бізде түрік қағанаты, яғни түрік қағанатының құрылуы. Түрік қағанаты бізде 6 ғасырдың басында Алтай, Сібір, Моңғолия жерінде аймақтарында түркі тайпалары біріккен. Түрік қағанаты бізде 552 жылы Бумын қаған жужандарды жеңу арқылы тәуелсіздік жариялады. Мемлекет әскери феодалдық сипат алды, және де әскер омдық, жүздік, мыңдық және түмендік деп бөлінді. Қағандықтың орталығы бізде Жетісу өңіріндегі Суяб қаласы болды. Қағанаттың шекарасы солтүстік Моңғолиядан шығыс Еуропаға дейінгі және оңтүстігі Әмударияға дейін созылып осы аймақтарда алып жатты. Түрік қағанаты бізде 7-8 ғасырларда Арғон Енисей жазбалары түркілердің мәдениеті мен ескерткіштерінде жазылған, және ол бізге куә ретінде түркі жазбалар ретінде дәлел бола алады. Білгей қаған, Күлтегін, Тоныкөк қағандар бізде қағандық тарихындағы ең ірі қайраткерлер болып саналады. Міне көріп тұрғандарыңыздай мұнда түрік қағанатының картасы берілген, яғни түрік қағанаты бізде шығыс Еуропа мен Моңғолияның ар жағында орталық Азияның барлық бөлігін қамтыған, және төменде Әмударияға дейін барлық аймақты алып отырған. Келесі мемлекет ол бізде шығыс және батыс түрік қағанаттары. 603 жылы түрік қағанаты екіге бөлінеді, шығыс және батыс түрік қағанаттар болып. Шығыс түрік қағанаты ол бізде Жетісудың ар жағындағы, яғни Жетісудың ар жағы Алтай тауларының шығыс бөлігінен Қытай, Моңғолия жерлерін қамтиды, яғни ол шығыс түрік қағанатының орталығы бізде Өтөкен, Моңғолияда орналасқан, ал батыс түрік қағанаты ол бізде орталығы Суяб қаласы, қазіргі Жетісу және Қазақстан жері болып саналады. Батыс түрік қағанаты бізде ол 6-7 ғасырларда Тоғарстан, Ауғанстанға дейін жерлерді қамтыған, және сонымен қатар экономикасы мал және егін шаруашылығы болып саналды. Қалаларда қол өнері өте жақсы дамыды. Сонымен қатар 7 ғасыр ортасында ішкі соғыстар мен Қытайдың қысымынан әлсіреді. Шығыс қағанаты бізде 682 жылы қайта күшейген. Ол кезде қағандары бізде Құтлық қаған, Тоныкөк қағандар кезеңінде болған. 8 ғасырдың ортасында ұйғыр қағанның қысымынан солардың ықпалына өтті. Келесі бізде батыс және шығыс түрік қағанаттарының территориясына келер болсақ, бізде мынау негізгі түрік қағанатының территориясы, яғни батыс және шығыс болып бізде Қазақстанның негізгі бөлігі және шығыс Еуропаны бізде батыс бөлігі батыс түрік қағанаты алып жатты, яғни ол бізде шығыс Еуропа мен Қазақстанның өзінің жеке бөліктері, яғни осында оңтүстік Қазақстан, Жетісу өңірлері батыс түрік қағанатына тиесілі болды, ал қалған шығыс түрік қағанаты бізде мұндағы Қытайдың солтүстік бөлігі және де Моңғолия жерлеріндегі аймақтар шығыс түрік қағанатының аумағында орналасты. Келесі мемлекет ол бізде Түргеш қағанаты. Түргеш қағанаты 704-756 жылдары өмір сүрген. Түргеш қағанаты батыс түрік қағанаты құлағаннан кейін сол жерде Жетісуде өз үстемдіктеріне ие болған. Түргеш қағанаты негізін қалаушы бізде Үшлі қаған болады. Түргеш қағанатының ордасы бізде Суяб қаласы болып саналады, және одан соң этникалық құрамдары бізде сары және қара түргештер болып екіге бөлінген болатын. Әкімшілік жүйе бізде түргештерде әкімшілік жүйе 20 аймақтан тұрады, және 20 аймақтың әрқайсысында 7000 әскерден құралған болатын. Үшлі қағаннан кейін бізде Сұлу қаған таққа отырады, ол бізде 715-738 жылдары тақта болды. Сол Сұлу қағанның кезінде бізде Түргеш қағанаты күшейіп, Түргеш қағанаты өзінің жағдайы жағынан жақсы дамиды, және ол кезде астанасы Тараз қаласына қосады. Және ең негізгі айта кететін жайт, 751 жылы ең үлкен шайқас Атлақ шайқасы болады. Сол кезде
түргештер мен арабтар бірге қосылып қытайларға қарсы жорық жасайды, және ол кезде арабтар мен түргештер қытайларды жеңеді. Және осы тұста Қазақстанға ең алғаш рет арабтар ислам дінін тарата бастаған кез, және осы шайқастың ықпалы өте зор. 723 жылы арабтарға қарсы ферғанада түргештер жеңіске жеткен, бірақ одан соң 732 жылы арабтар 732 жылы арабтар түргештерден Бұхараны басып алады. Сұлудың қазасынан кейін сары мен қара түргештер арасында тартыстар болады, және 756 жылы қарлықтар бұлардың әлсіреген пайдаланып осыларды біржолата жояды және біржолата құлатады. Келесі бізде түргеш мемлекетінің территориясына келер болсақ, ол бізде өте үлкенді аймақты алған болмаса да, ол бізде Жетісу өңірлерін және оңтүстік Қазақстан өңірлерін, батыс Қытай бөліктерін алып жатты. Яғни бізде ол мұндағы Тараз, Жетісу өңірлері, яғни сол кездегі астанасы Суяб қаласы өңірлері, осындағы Қазақстан өңірлерін түргеш қағанаты алып жатты. Келесі мемлекет ол бізде Қарлұқ қағанаты. Қарлұқ қағанаты бізде 756 және 940 жылдары аралығында өмір сүрген. 7 ғасырдың орта шенінде 3 ірі тайпадан тұрды. Олар бізде Шігіл, Бұлақ және Ташлық тайпалар болды. Қарлұқ қағанатының алғашқы астанасы бізде Баласағұн қаласы, кейіннен Қойыл қаласы болып ауыстырылды. Қарлұқ қағанатының көсемдерін Жабғу деп атаған. 756 жылы түргеш қағанатының орнына келді. Яғни түргеш қағанатын басу арқылы Қарлұқ қағанаты өз үстемдіктеріне ие болған. Сонымен қатар Орта Азиядан саманиттер оларға үзгісіз шабуыл жасай бастаған, және сол уақыттарда Қарлұқ қағанатында ислам діні жақсы тарай бастаған. 893 жылы саманиттер Тараз қаласына шабуыл жасайды, және ол кезде жеңіске жетіп Таразды басып алады. 10 ғасырдың басында ішкі қырғыз бен алауыздар көбейе бастайды, және осы тұста Қарлұқ қағанаты әлсірей бастайды. 940 жылы Қашқар түріктері Баласағұнды басып алып, Қарлұқ қағанатын құлатады, және осы уақытта оның орнына Қарахан мемлекеті құрылады. Келесі мемлекет ол бізде Қарлұқ қағанаты. Қарлұқ қағанаты түргеш қағанатын басып алады, және соның аумақтарында өмір сүрген болған. Яғни бізде ол оңтүстікте Талас Шу өзендерімен, шығыста Іле өзені және Қытайдың батыс бөлігін алып жатады. Яғни сонымен қатар Балқашқа дейінгі, одан қарай аралықтағы Жетісу өңірлерін толықтай қамтыған. Келесі тақырып бізде ол Оғыз мемлекеті. Оғыз мемлекеті бізде 9-11 ғасырлар аралығында өмір сүрген. Оғыздардың алғашқы мекені бізде ол Жетісу. Бірақ Қарлұқ тайпаларының күшеюінің әсерінен Оғыздарды одан әрі Сырдарияға қарай ығыстырған болатын. Яғни алғаш мекені Жетісу бізде 8 ғасырдың екінші жартысында Қарлұқтардың қысымынан Сырдарияның төменгі ағысына қоныс аударуға мәжбүр болған. 9 ғасырдың аяғында Оғыз тайпалары бір одаққа бірігіп мемлекет құрады. Оғыз мемлекетінде 22 тайпа, кей деректерде 24 тайпа болған деп айтылады. Оғыз мемлекетінің астанасы Яңеке немесе Жаңа Кузия. Оғыз мемлекетінің басшылары Жабғу, орынбасарлары Күл Еркін, әскер басшысы Сию басшы деп аталады. Саяси жүйесі феодалдық сипатта болды, және алым-салық жүйесі қалыптасты. Саяси сыртқы мемлекеттермен байланыс жорықтар бойынша 965 жылы Оғыздар Киев князімен, яғни Святославпен бірге одақтасып, хазарларды талқандаған болатын. Ал одан соң 985 жылы Владимир князімен одақтасып Еділ бұлғарларын талқандаған болатын. 11 ғасырдың екінші жартысында Қыпшақтар Оғыздарды ығыстырып, Қыпшақтардың мемлекетін құлдырата бастайды, және бір бөлік одан соң Оғыздардың құлдырағандықтан бір бөлігі Кіші Азияға кетіп, яғни селжұқтарға қосылып, бір бөлігі сол Қыпшақтармен бірге ықпалында сол мемлекетте сіңіп кетеді.
Келесі бізде Оғыз мемлекеті. Оғыз мемлекеті бізде түркі тайпалар болғандықтан мұндағы жетісу өңірінде негізгі мекені болған, ең алғаш мекені, және қарлұқтардың қысымынан олар Сырдарияға қарай ығысқан болатын. Және олар осы Сырдария және орталық Қазақстан аймақтарында өзінің жеке мемлекеттерін құрған. Яғни ол Қазақстанның орталық бөліктері мен Қазақстан орталық бөліктері мен Сырдария өзені бойында өмір сүрген. Келесі мемлекет ол бізде ұйғыр қағанаты. Ұйғыр қағанаты бізде 744 жылы шығыс түрік қағанаты әлсіреп жатқан уақытта қарлұқтармен бірігіп сол шығыс түрік қағанатын талқандаған болатын. Және одан соң 745 жылы ұйғыр қағанаты бізде жеке мемлекет болып құрылады. Оның территориясы солтүстік батыс Қытай, яғни қазіргі Шыңжаң жері, және одан соң Моңғолия жері, Алтай аймағын қамтыды. Басқару және құрылысына келер болсақ, мемлекеттік тайпалар конфедерация ретінде құрылды, және одан соң әр тайпаға белгілі құқықтар берілді. Жоғары органдар бізде 9 уәзір немесе бұйрықтары кеңесі болған. Қаған әулеті маңызды рөл атқарған, орталыққа адалдық күтілді. Діні мен мәдениетіне келер болсақ, ұйғырлар негізгі түрде манихизм дінін ұстады, және сондай-ақ буддизм дінінде ұстады. Ол дінді көбінесе шығыс Түркістан аймағында ұстаған. Қолөнер, жазу мәдениеті де дамыған. Маңызы және құлауына келер болсақ, ұйғыр қағанаты сол кезде түркі әлемінде мәдениет пен саяси орталыққа айналған. Одан соң сол уақытта қидандардан, яғни Ляо империясы пайда болған уақытта, Ляо империясы оларға қысым жасау арқылы оларды 9-10 ғасырлар арасында құлдырата бастады. 840 жылы яғни 840 жылы ұйғырлар бізде ішкі және сыртқы қысымға шыдай алмай, сол уақытта мемлекет құлады. Келесі бізде ұйғыр қағанатының территориясына келер болсақ, ұйғыр қағанаты бізде солтүстік батыс Қытайдың, яғни мұндағы солтүстік батыс Қытай және Қазақстанның Алтай таулары жағындағы аймақтары, және де Моңғолияның көп бөлігін мекендеген. Яғни оның карта бойынша бізде мұндағы алғаштан ары Алтай және де Моңғолияның жарты бөлігі мен солтүстік батыс Қытай бөліктерін мекендеген. Яғни бұл бізде ұйғыр қағанатының территориясы болып саналады. Келесі мемлекет ол бізде Қарахан мемлекеті. Қарахан мемлекеті бізде Қазақстан жерінің 9-10 ғасырлар аралығында мемлекеттік болып өмір сүрген. Қарахан мемлекеті бізде Қарлұ қағанатын әлсіретіп, соның орнында өз үстемдігіне ие болған. Қарахан мемлекеті жалпы көбіне нақтырақ айтқанда жетісу және оңтүстік Қазақстан өңірлерінің аймақтарын қамтыған. Қарахан мемлекетінің орталығы Баласағұн қаласы болды. Әкімшілік және әлеуметтік құрылымы жағынан хан билігі бізде басты билік болды, және де элиталары, ру басылары және әскери қызметкерлер болып саналды. Шаруашылық жағынан олар бізде мал және егін шаруашылығымен айналысқан. Қарахан мемлекетінің ең негізгі басты сипаты ол бізде 960 жылы Сатық Бұғра ханнан кейінгі Мұса хан мемлекеттік дін деп ислам дінін жариялаған болатын. Яғни басқа түркі мемлекеттерінен ең негізгі айырмашылығы Қарахан тұсында ең алғаш рет ислам дінін жарияланған болатын. Сыртқы қатынасы мен жорықтарына келер болсақ, Қарахан Қытаймен арасында дипломатиялық, әскери және қарым-қатынастар болған. Қарахан мемлекеті бізде шығыс Түркістан және жетісу аймақтарында қамтыған. 1128 жылы қидандар, яғни қара қытайларының құрылуы мен олардың күшеюіне байланысты олардың қысымнан оларға өте көп жиілетіп жорықтар жасаған, және 1128 жылы Баласағұн қаласын басып алып Қараханға қысым жасаған. Тарихи маңыздан келер болса, Қарахан бізде түркі әлемінде ислам дінін алғаш рет жариялаған мемлекет, және мәдениет пен қалалары дамыған. Қарақытайлармен соғыстар және сыртқы қысымдардың әсерінен Қарахан бізде әлсіреп мемлекет қолдай бастады. 11-12 ғасырлар аяғында Қарахан мемлекеті төмендеп, кейбір бөліктері Қара Қытайға тәуелді болды.
Келесі мемлекет ол бізде Қарахан мемлекеті. Қарахан мемлекеті түркі тайпалары болғандықтан оларда бізде жетісу өңірінде, яғни қарлұқ қағанатын басу арқылы сол жетісу өңіріне мекендеген. Яғни олардың территориясы бізде жетісу өңірі, мұндағы солтүстік Қырғызстанның таулы аймақтары мен оңтүстік Қазақстан және осы қазір Қазақстанның жетісу өңірлерін мекендеген. Яғни ол бізде картада мына жерлерді қамтиды. Келесі мемлекет ол бізде Қарақытай мемлекеті. Қарақытай бізде 1128 жылы құрылған болатын. Яғни қидан тайпаларына негізі қидан тайпалары, және мемлекеттің билеушісі бізде Гурхан деген титул берілді. Олардың Қарақытайдың аймақтары бізде жетісу, шу алқабы және де Құлжа сияқты жерлер кірді. Әкімшілік және салық құрылымына келер болсақ, әскерде тәртіп қатал болды, салық жүйесі енгізілді және мемлекеттік ішкі басқармасында орталықтандырылған лауазымдар болды. Қарақытай мемлекетіндегі жер-су қатынастары, әкімшілік билік қатаң бақыланды. Сыртқы қатынас мен жорықтарына келер болсақ, 1141 жылы Елеуі Дайши бізде Селжұқ Қарахан әскерлерін талқандап Бұхараны бағындырған болатын. 1210-1212 жылдары жорықтарда Қарақытай мемлекеті Хорезм шағымен соғысқан болатын. Және 1212 жылы наймандар Қарақытайларды жеңіп, мемлекетті толық жойған болатын. Қарақытайдың маңызына келер болсақ, Қарақытай қазақ даласында және Орта Азияда жағдайды өзгерткен болатын, және ол басқа да мемлекеттердің құрылуына негізгі себептердің бірі болды. Келесі мемлекет ол бізде Қарақытайлар мемлекеті. Қарақытайлар бізде негізінен солтүстік Қытай және батыс Моңғолия жақтан басында өмір сүрген, және одан соң олар Лиао империясы пайда болып, олар Қазақстанға жорық жасау арқылы қазіргі Қарахандарды басып алып, жетісу өңірінде шу алқабы және Құлжа өңірінде өздерінің аумақтарын кеңейте алған. Яғни олар Қазақстанның жетісу бөлігі мен Алтай тауларына жақын жерде территорияларын қамтыған. Келесі мемлекет ол бізде Қимақ қағанаты. Қимақ қағанаты бізде 9-11 ғасырларда өмір сүрген. Қимақ қағанаты Қазақстанның көбіне солтүстік және солтүстік батыс өңірлерінде, қазіргі Орал, Семей және Сарыарқа жерлерін мекендеген. Сонымен қатар оның Қимақтардың негізгі шығу тегі бізде 8 ғасырда телілер құрамындағы Янмо тайпаларынан шыққан. 8 ғасырдағы Алтай Тарбағатай және Алакөл ойпатына қоныстанған. Алғашқы Қимақтардың құрылуы бізде 840 жылы ұйғыр қағанаты құлаған соң 7 тайпа бірігіп Қимақ мемлекеті пайда болған. Кейіннен 12 тайпалық одаққа айналған. Қимақ қағанатының астанасы бізде Имекия немесе Кимекия деп аталады. Шаруашылығы бізде көшпелі мал шаруашылығы, ертіс бойында егіншілік, қала мәдениеті қалыптасқан. Қоғамның билеушісі бізде Қаған. Қоғам рулық тайпалық негізінде құрылды, әскері күшті болған. Саяси тарихы 9-10 ғасырларда солтүстік, шығыс және орталық Қазақстанда үстемдік етті. Оғыздар қырғыздармен, қарлұқтармен байланыс жасаған. Құлдырауына келер болсақ, Оғыз Қимақтар бізде 11 ғасырда Қыпшақтардың күшеюінің арқасында, олардың сыртқы қысымның нәтижесінде оларға тәуелді болып, солардың ықпалында қалған. Маңызы жағынан қазақ халқының этногенезіне маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар Дешті Қыпшақ бірлестігінің негізін қалаған болып саналады. Келесі мемлекет ол бізде Қимақ қағанаты. Қимақ қағанаты бізде Қазақстанның Семей, Ертіс өзендері бойында және де одан ары қарай Сарыарқа даласында және Оралға дейінгі жерлерді қамтыған. Яғни осы аралықта Қимақ қағанаты бізде өмір сүрген, Қазақстанның осы аумағында. Келесі мемлекет ол бізде Қыпшақ хандығы. Қыпшақ хандығы негізінен дербес мемлекет болып 11-13 ғасырларда өмір сүрген. Одан ерте деректерде ол Қимақ қағанатының құрамында болған, яғни 8 ғасырдың екінші жартысына дейін. Одан соң 8 ғасырдың екінші жартысынан кейін өздері жеке дербес мемлекет болып құрылған. Қыпшақ хандығы бізде
Қыпшақ хандығы бізде территориясы жағынан ең үлкен мемлекеттер болып түркі мемлекеттерінің ішінде бірі болып саналған. Яғни ол ертіс өзенінен шығыс Еуропадағы еділ өзеніне дейінгі аралықты алып жатқан, және оңтүстігінде Тараз қаласына дейінгі жерлерді өзінің аумағына қоса алған. Яғни осы үлкен аумақты бізде кейде шығыс дешті Қыпшақ даласы деп те атайды. Шығыс дешті Қыпшақ аумақтарында бізде негізгі саяси күшке айналған. Сонымен қатар қыпшақтар көшпелі тұрмысқа бейім болды, яғни мал шаруашылығына бейім болды. Ол және мал шаруашылығы негізгі кәсіп түріне айналды. Қыпшақтардың ру тайпалары жағынан қазақ руларының этногенезі өте жақсы қалыптасты. Яғни қыпшақтардың ішінде қаңлылар, оғыздар, қимақтар және басқа да қазақ ру тайпалары өмір сүрген. Және одан соң қыпшақтар алтын орда құрамында болған және немесе оның ықпалында өмір сүрген деп те айтады. Қыпшақтар бізде 13 ғасырдың 12 ғасырдың аяғына қарай Хорезм мемлекетінің сыртқы қысымының әсерінен, яғни Қыпшақ хандығының ішіндегі қазақ ру тайпалары мен ақсүйектерінің Хорезм мемлекетінің бір-бірімен тығыз байланысы болу арқылы Хорезм мемлекеті бізде Қыпшақ хандығы сыртқы қысым жасау арқылы әлсірете бастаған, және осы уақытта Қыпшақ хандығы әлсіреп мемлекет болудан құлдырады. Келесі мемлекет бізде Қыпшақ хандығы. Қыпшақ хандығы түркі мемлекеттерінің арасында ішінде ең ірі аумақты қамтыған деседі. Ол бізде ертістің бойынан мұндағы шығыс Еуропаға дейінгі, яғни еділ өзенінің бойына дейін аумақты қамтыған. Ол бізде өте үлкен аумақ, яғни шығыс Еуропа мен Қазақстанның толықтай бөлігі деуге де келеді. Және де ол оңтүстігінде Таразға дейінгі жерлерге дейін өз территориясын кеңейте алған. Яғни Қыпшақ хандығының территориясы ретінде біз мұнда Қазақстанның көп бөлігін және шығыс Еуропа бөлігінде ала аламыз. Яғни Қыпшақ даласын бізде шығыс дешті даласы деп те атайды. Келесі мемлекет ол бізде Хазар хандығы. Хазар қағандығы бізде 650-969 жылдары өмір сүрген. Яғни ол бізде батыс түрік қағанат құлдырағаннан кейін хазарлықтар өздері жеке дара шығыс Еуропаға қарай қоныс аударады. Және осы уақытта хазарлар өздерінің жеке мемлекетін, дербес мемлекетін құрайды. Әкімшілігі жағынан хазарлар бізде қаған ел билеуші болып таниды, және рубасылар жақсы қызмет атқарған. Діни ерекшелік жағынан хазарлардың кейбір элиталары бізде шығыс Еуропаға қоныс аударғандықтан ол жақтың ықпалымен иудаизм діндерін ұстағандар да болады. Қауіпсіздік жағынан өте көпұлтты мемлекеттердің бірі болды. Яғни хазарлардың өздері және батыс түріктен қоныс аударып келгеннен кейін түркі тайпаларда өмір сүрді, және де славяндар өмір сүрген, және одан бөлек бұлғарларда өмір сүрген. Экономикалық жағдайына келер болсақ, сауда-саттық бізде Каспий еділ арқылы болған, және де ауыл мал шаруашылықтары дамыған. Хазарлар бізде Византиямен және араб халифаттарымен дипломатиялық және әскери қарым-қатынастарда бірге болған. Кейбір деректерде хазарлар бізде Византияны араб халифатынан қорғап қалған деген деректерде кездеседі. Және құлдырауына келер болсақ, 969 жылы Киев князі және басқа күштермен хазарлар қағандығын сыртқы күшін жасау арқылы оларды құлдыратады. және де хазарлар бізде ең соңғы мәліметтер бойынша славяндармен бірге славяндардың ықпалында болып, солармен сіңісіп кеткен. Келесі мемлекет ол бізде Хазар мемлекеті. Хазар мемлекеті батыс түрік қағанаты кезінде бөлініп шығыс Еуропаға қоныс аударғандықтан олар мекені көбіне осы Қазақстанның батыс Орал аумағынан ары қарай шығыс Еуропадағы еділ өзені бойында орналасқан. Яғни олардың территориясы мына аумақтарды қамтиды, және олар осында мекен еткен.
Келесі мемлекет ол бізде Найман, Керейіт және Меркі мемлекеттер жайында. Наймандардың шығу тегі бізде наймандар 8-9 ғасырларда Орхон, Ертіс өзендерінің аралығында мекендеген, яғни қазіргі батыс Моңғолия, Моңғолия жерлерінде өмір сүрген. Найман сөзі бізде 8 деген мағынаны білдіреді. Мемлекеті бізде 9-11 ғасырларда Орта Азияда күшті мемлекеттердің бірі болып мемлекет құрды. Саяси құрылымы жағынан оларда ханы болды және билік әулет болды. Билік әулет арқылы атадан балаға ұрпақ ретінде билік беріліп отырған. Шаруашылық жағынан көшпелі мал шаруашылығы және жартылай отырықшылық болған. Мәдениеті жағынан түркі дәстүрлерін ұстанды. Жазуы, діні, тәңіршілік, буддизм дамыды. Тарихи оқиғаларға келер болсақ 12 ғасырларда наймандар керейлермен және моңғолдар тайпалармен соғысты. 12 ғасырдың аяғында күшлі ханға билік келіп, мемлекет күшейді. Бірақ 13 ғасырдың басында Шыңғыс ханға қарсы күресте жеңіліп, мемлекет құлдырады. Маңызы жағынан айтар болсақ, қазақ халқының орта жүз құрамына кірген ең ірі тайпа болып саналады. Керей мемлекетіне келер болсақ, шығу тегі керейлер 6-8 ғасырларда Моңғолия жерін мекендеген түркі тілдес тайпа болып саналады. Мемлекеті 9-11 ғасырлардың аралығында Керей хандығы құрылып, Орхон, Кереулен өзендері бойында өмір сүрген. Билігі хандар Гурхан немесе Ван хан титулымен аталады. Ең әйгілі билеуші Тоғорыл хан Ван хан. Саяси жағдайына келер болса, 12 ғасырдың соңында Керей хандығы Моңғолиядағы ең ірі мемлекетке айналды. Тоғорыл хан Темучинді Шыңғыс ханды қолдап, кейін Шыңғыс хан оған қарсы шыққан болатын. Жеңілісі 1203 жылы Шыңғыс хан Керей мемлекетін талқандап, жерін өзіне қаратады. Маңызы жағынан қазақ халқының этногенезінде орта жүз құрамына енді. Меркіт тайпасы бізде. Меркіт тайпасы шығу тегі меркіттер Байкал маңы мен Селенгі өзен бойында мекендеген түркі моңғол тайпасы. Шаруашылығы бойынша негізінен мал шаруашылығы және аңшылық. Саясаты 11-12 ғасырларда көрші керейлер наймандармен бірге одақ құрып моңғолдарға қарсы тұрған. Тарихи оқиғаларға келер болсақ, Шыңғыс ханның жастық шағында меркіттермен қақтығысы белгілі. Темучиннің әйелін меркіттер әкеткен деген. Бұл ұзаққа созылған жаугершіліктің бастамасы болды. Жеңілісі 1201-1207 жылдар аралығында Шыңғыс хан меркіттерді бірнеше рет талқандап, толық бағындырды. Тарихи маңызды жағынан меркіттердің бір бөлігін кейін қазақ, өзбек, қырғыз құрамына енген болатын. Келесі мемлекет ол бізде Найман, Керейіт, Меркі мемлекеттері. Наймандар бізде Моңғолияның батыс бөлігінде, Керейіттерде батыс Моңғолияда және де Меркіттер солтүстік Моңғолияда мекен еткен. Және олар Наймандар бізде Қазақстан жерінің жетісу өңіріне шабуыл жасау, жорықтар жасау арқылы Қазақстанның жетісу өңірлерінде басып, сол жерге иелік ете алған. Яғни олар Қазақстанның жетісу өңірі мен батыс Моңғолия аумақтарында мекен еткен.